Сәлем досым, қалың қалай? Есімім Шарапат Болат, Алматы қаласында Қазақстан Ресей медициналық университетінде 3-ші курс студентімін. Қысқаша айтқанда КРМУ. Бұл видеода саған осы өзімнің медицинадағы 3 жылдық оқуымды қорытындылап айтып беретін боламын. Медицинаның қызығы мен шыжығы жайлы жақынырақ білетін боласың. Егер де оқушы болсаң, видеоның соңында НТ-ға кіруге деген, оқуға түсе алмай қаламау деген қорқынышын жеңетін боласың. Ал егер де өзіміздің медицинаның студенті болатын болсаң, өзінің мамандығыңа тағы да бір адым жақындай түсесің. Мамандығың жайлы қызығырақ ақпарат аласың деген сенімдемін. Олай болса, кеттік, видеоны бастайық. Көріп тұрғандай, бұл видео менің ютубтағы алғашқы видеом. Негізі алғашқы видеода мен бұл тақырыпты аламын деген мүлде ой болмаған. Алғашқы видеода өзімді таныстырып өтемін, ютуб каналымның миссиясы және де алдағы жоспарлар жайлы бөліскім келген. Алайда алғашқы видеоның өзі студенттерге, оқушыларға пайдалы болсын деген оймен қазіргі тақырыпты алып отырмын. Сол себептен видеоны соңына дейін көр, асықпай, душевный әңгіме айтайын, саған барынша пайдалы болуға тырысамын. Каналдың миссиясы және де каналдың алдағы уақытқа қойған жоспар жайлы мен саған видеоның соңында айтып өтетін боламын. Оған дейін каналға тіркеліп, комментарийға өзіңнің пікіріңді қалдыруды ұмытпа. Енді мен саған бәрі неден басталды, дәрігер боламын деген арман қайдан шықты, соның барлығын жақсылап отырып айтып берейін. Негізі дәрігер боламын деген арман менде мектепке түспей тұрып бала кезден пайда болған. Жаңағы мерзім өтіп кеткен дәрілер, жұмсақ ойыншықтар, который сен салған уколдан, сен салған судан шіріп атқан уже. И шприцтер, оның барлығы өзіңе жаңа танысшадай шығар. Сонымен арман, балалық арман, мектепке барғаннан кейін сол арман болып қалды. 8-ші сыныпта уже өзімнің узкая специалистикамды таңдап қойғам, акушер-гинеколог боламын деп. Неге таңдауым именно осы мамандыққа түскен өзіңе жеке видеода айтып өтермін, жеке видео арнап. Негізі бізде медицинада узкая специалистиканы 7-ші курстан кейін таңдауға болады. А мен уже 18-ші сыныпта таңдап қойдым деп айттым. Сонымен армандар ол армандар, конечно, бірақ та оны жүзеге асыру керек дегендей. Бітіруші сынып жақындап келе жатыр, бітіруші сынып жақындаған сайын жаңағы айналадағы адамдардан мынандай әңгімелер басталды. Медицинаға түсу өте қиын, 130-дан жоғары бала алу керек, ол уақытта оқып бітіру керек, 10 жыл оқу керек, тем более қыз баласың, 10 жыл оқитын болсаң күйеуге қашан тиесің деген секілді әңгімелер басталды. Естественно, сондай әңгімелер бар, 130-дан жоғары бала алу керек, грантқа түсу керек деген секілді әңгімелер естігеннен кейін, как будто бұл арман просто арман болып қалатын сияқты, андай нереально, медицинаға грантқа түсу просто нереально сияқты көрінетін ше. Содан кейін бітіруші сыныпқа келдік, одан кейін уже үйдегілерден, оның ішінде частично әкемнен әңгімелер басталды. Қызым 10 жыл оқуды қайтесің, лучше Таразда қалып, өзіміз Тараз қаласында тұрамыз, попроще мамандыққа түсе берсей деген әңгіме басталды. И тем более қыз баласын мен Алматыға жалғыз өзімді жібере алмаймын деп. Сонымен сол уақытта менде негізі барлық уақытта жауап менде үзілді кесілді жоқ. Мен Алматыға медицина оқуға түсем, 10 жыл болса да, 100 жыл болса да мен оқуды бітірем деп айтатын болатым. Сонымен окей, бітіруші сынып болды, НТ-ға дайындалу керек. Мен НТ-ға дайындалатын жаңағы орталыққа бардым. Ол жақта оқуды оқып жүрміз. Алайда жаңағы сабақтар қиындаған сайын, ол кезде деп жаңа айтады ғой, медицинаға түсу үшін шектік балл осындай, басқа мамандыққа түсу үшін шектік балл осындай, физматтарға шектік балл осындай деп айтатыншы. Сол кезде де бізде 130-дан жоғары балл алу керек деген секілді әңгімелер болатын. Сабақ қиындады, оқуға түсу, грантқа түсу тем более вообще нереально болып көрінетін. Сонымен сөйтіп жүрген кезде бізде 2020 жылы НТ-ға бір 3 ай қалған кезде қателеспесем оқудың бәрін онлайн форматқа ауыстырып жіберді. Осы кезде қызық басталды. Полная фиаско, мен вообще тарих жаттамағам, еріншектік басып кеткен, қайталамағаннан кейін биологияны да білгеннің бәрін ұмытып қалған ғой. Солай НТ тапсыратын уақытта жақындап қалды. Негізі НТ-ға дайындалып жүрген кезде мүлде тамақ жеуім кететін, 24-7 сабақ оқитын, вообще ұйықтамайтын күндер болатын да. Негізі ол уақыттың бәрі өткінші екен. Қазір айлап ұйықтамаймыз, сонда такая шутка. Барлық жаңа оқушылар НТ-ға кіріп шықты, көбінде 45, 60, 75 алып барлық құлап жатыр. Біз түсінбейміз не болып жатқанын. Сонымен біздің де уақыт келді, НТ-ға кірдік, тапсырып шықтық. Менде 95 деген балл болды. Не қуанарымды, не жыларым білмей тұрмын, потому что мектептегі ең жоғары балдардың бірі, бірақ та маған грантқа жете ма, жетпей ма, ол әлі неизвестно.
Сол жүрген кезде бізде грантқа документ тапсыратын кез басталды. Документімізді тапсырдық. Бірнеше уақыттан кейін, қателеспесем бір жарым айдан кейін гранттың жауабы шықты. Мен алғаш жазған университетіме, бірінші жазған университетіме, жалпы медицинаға грантқа түскем, Қазақстан Ресей медициналық университетіне, КРМУ-ға. Солай қуанышта шек жоқ. Мектепке дейін мектеп уақытында армандаған ең үлкен арманым орындалды. Медицинаға оқуға түсу нереально, армандар орындалмайды деген секілді бастағы шекаралар, установкалар, оның барлығы құлады, полностью отпадать етті. Негізі шынымен таза еңбектенсең, шын ниет болса, шын сенім болса, олай болса 95 балмен де грантқа түсуге болады екен. Енді қара, мен біліп отырмын, бұл видеоға дейін және мүмкін видеоны қарап отырған кезде де сенде өзіңнің арманыңа өзің сенбеу, болашағыңа деген күмәнмен қарау, ентіға деген қорқыныш болды, болды, болады, және де ол норма, ондай нәрсе бәрінде болған. Сен бастысы сенен требовать ететін нәрсе еңбек ету керек. Еңбек деген не? Сендердің кездеріңде ол білім алу деп бәрі айтатын шығар, ол нәрсені сен жақсы білесің. Білім алу керек, сабағыңды оқу тоқтатпа, ешқандай сабақты жіберіп алма, шын ниет ет, және де армандауды тоқтатпа. Егер де осы үш нәрсені жасасаң, саған ешқандай нәрсе кедергі емес, кез келген оқу орныңа оқуға түсе алатыныңа тірідей дәлел ол мен. Өмірде бәрі әділ болады. Егер де армандауды тоқтатпасаң, шынымен еңбек ететін болсаң, 95 балмен де кез келген оқу орнына, тем более медицинаға, грантқа оқуға түсуге болады екен. Енді темасын осымен жауып, өзіміздің универге оралайық. Бірінші курс, корейский дорамаларды көрген, медицинский дорамаларды көрген сюжеттер, содан кейін өзім российский женский доктор деген сериал көретін, потому что акушерство гинекология жайлы болғаннан кейін сол сценалардың барлығы қашан өзімнің өмірімде болады екен. Енді жеттім ау деген кезде сабақ онлайн. Бізде бірінші курс полный сабақ онлайн болды. Окей, ладно, онымен де смириться еттік. Бізде бірінші курстың бірінші семестрінде көбінде саясаттану, орыс тілі, ағылшын тілі, АКТ, яғни информатика ғой. Сол сабақтар болды. Бұл кезде мектептен университетке өткендегі адаптационный период болғаннан кейін бір былайша айтқан кезде медицинаға кіріспе сабақтар ғой. Сондай сабақтар болды. Вообще қайда келдім, мектептен ба, универден ба, вообще без понятия болды. Бірінші семестр біз айтқан кезде, тем более үйде отырғаннан кейін. Сөйтіп бірінші семестр сондай пәндермен өтті кетті. Екінші семестрда қызық басталды, потому что анатомия сабағы басталды. Анатомияда бізде остеология, жалпы сүйектер, қаңқа сүйектер жайлы өтті. Бізде анатомиядан кейін гистология, биохимия, физиология деген сабақтар болды. Анатомиядан беретін өзіміздің апай, өте қатал апай болатын, Жадыра апай, прям барлығын сұрайтын. Бізде онлайн болғаннан кейін камерадан сабаққа тұрғанда камераға қарап тұрамыз. Камерадан сәл көзіміз тайып кетсе, бізге айтатын: сен қайда қарап тұрсың, не оқып тұрсың, давай көзіме қарап, камераға қарап сабақ айт дейтін. И ол кезде бізде бірден оқып беру, өтірік айта салу деген вообще не прокатывало. Сол себептен біз анатомияны бірінші семестрде, то есть бірінші курстың екінші семестрінде жақсылап оқыдық. Ал қалған 4 пән ол кезде бізде егер де анатомияда, например, асқорыту жүйесін алатын болсақ, анатомияда асқазанның, допустим, құрылыстарын үйретеді. Например, асқазанның кіші иілімі, үлкен иілімі бар, кардиалдық, пилорикалық бөлімі бар деген секілді құрылысын үйретеді анатомия. Ал гистологияда бізде сол асқазанның клеткалары айтады. Асқазанда, то есть асқазанның осынша қабаты бар, шырышты, шыршасты, бұлшықетті деген секілді сірлі қабаты бар. Содан кейін оның әр қабаттарының ерекшелігі, ояқта бүрлер болса бүрлері жайлы, соның барлығын айтып үйретеді гистология пәні. Ал физиология пәнінде бізде осы асқорыту жүйесінің, именно асқазанның қызметі жайлы өтеміз да. Асқазан, например, асты бірінші химиялық өңдеуден өткізеді, резервуар қызметін атқарады деген секілді. Ал биохимияда бізде, например, асқазандағы сөл бөлінеді, ашқор сөлі қайдан келді, ашқор сөлінің құрамы деген секілді. Сондай как химия пән секілді биохимия сондай пән. Негізі бізде анатомия ғана маңызды шығар, қалған сабақтарды былай үстіртін оқып жүрдік былай жатқан кезде, потому что ол кезде бізде бірінші курста универге барған жоқпыз, нені қалай оқу керек, нені не үшін оқу керек, бізге түсіндіретін ешкім болған жоқ. Сол себептен менің YouTube каналымның басты бір миссиясының өзі де осы. Мен саған қазір айтып беретін боламын, қай пән не үшін керек. Бізде биохимияны тем более үстіртін оқыдық.
потому что химиямен байланысты болғаннан кейін кішкене түсініксіз болды. Енді мен саған айтамын, как өзімнің әпкең ретінде, сен жүріп өткен жолды жүріп өткен адам ретінде биохимияны оқу керек. Міндетті түрде биохимияны оқы, потому что биохимияны оқымай түсінбейтін болсаң, сен үшінші курсқа келген кезде фармакология деген пән болады. Фармакология негізгі пәндердің бірі медицинадағы. Сен биохимияны түсінбеген болсаң, фармакологияны да түсіну саған өте қиынға соғады. Сен басынан барлығын оқуыңа тура келетін болады. Сол себептен биохимия міндетті түрде оқы. Гистология бізде екінші курстың екінші семестрінде патанатомия деген пән болады. Өте маңызды пән. Сол себептен сен гистологияны оқуың керексің. Ал анатомия мен физиология ол медицинадағы ең басты пәндер. Анатомия әр жүйенің, әр органның құрылысын өтеді, и физиология саған соның қызметін өтеді. Сен егер де осы екі пәнді білмейтін болсаң, сен бұл жақта бүкіл аурулардан, бүкіл патологияларды вообще нөл боласың. Сол себептен осы 4 пәнді қалай да болса міндетті түрде жақсылап оқуың керек. Солай бізде бірінші курстың екінші семестрде өтті, кетті, оқу онлайн болды, онлайн оқу бірінші курспен бітті. Екінші курс басталды. Мен екінші курсқа өтер кезде бірінші курс біткеннен кейін жазғы уақытта жұмысқа кіріп кеткем. Қандай жұмыс, мен саған айтып берейін. Бізде Тараз қаласында Пиксель деген кинотеатрлар желісі бар. Пиксель кинотеатрлар желісінің негізін қалаушысы Олжас Қуандық деген ағамыз бар. Сол кісінің бизнес школасы, Қалаша бизнестегі бизнес школасында жұмыс жасап жүрдік. Бүкіл 3 ай бойы жаздар жақта жұмыс жасадым. Ол жақтағы ұжым, орта деген секілді бәрі ұнады. Бәрі ұнаған сонша сол жақта сабақ бастағанда мен сентябрьде сол жақта қалып қойған ғой. Просто ол кезде екінші курстың басында онлайн, офлайн форматта адам өзі таңдау керек болатын. Мен ол кезде тем более ковидпен ауырып қалғам. Сол кезде мынандай үкім шыққан болатын. Егер де студент ауырып жатқан болатын болса, оқуын онлайн форматта жалғастырса болады. Ал егер де бәрі норма болатын болса, университетке келіп офлайн форматта оқу өту керек деген болатын. Мен ауырдым, мен Таразда қалып қалдым сентябрьде. Қалған студенттердің барлығы мектеп университетке барған. Маған онлайн оқу өткендей болатын, бірақ та на самом деле студенттердің барлығы университетте өткеннен кейін оларға жақсы сабақ өтеді, ал мен просто темалардан қалып қалдым. Солай сентябрьдің аяғына келді. Мен ойладым, бұлай болмайды, мен сабаққа баруым керек, сабақ оқуым керек деп Алматыға келдім. Келсем, офлайнда менің бағаларымды төмендетіп қойып тастаған бүкіл преподавательдер, потому что мен танымайды, менің түрімді живой өмірде көрмеген, мен өзім тақырыптардан қалып кеткем, упущенный бір айда өтіп кеткен. Бізде тем более анатомиядан бүкіл 4 пәннен бізде каждый системаны 4 пәннен өтеді. Например, жаңа айтқан нервная система болса, әрбір мидың құрылысы анатомия, қызметін физиология, ұлпалардың, жасушалардың гистология және де биохимия, олардың химиялық құрылысын айтады. И нервная система уже бірінші сентябрь айында нервная системаны оқып бәрі бітіп жатыр. Уже ангиология, жүрек қан тамыр системасын өтіп жатыр. Ал бұл екі система негізі бүкіл 8 системаның ішінде ең қиын деген, күрделі деген екі система осы екеуі болады. Мен вообще без понятия, о чем идет речь, жұрттар не айтып жатыр. Пришлось барлығын басынан бастап оқуға. Нервная система, тем более үлкен тақырып қой, соның барлығын басынан бастап оқып, преподавательдердің көздеріне түсіп, олармен танысу деген секілді оған үлкен уақыт кетті. Солай жүремін дегенше екінші курстың бірінші семестрде аяқталды. Бізде сессия тапсыру керек. Сессия кезінде енді нервная системада басында мен жаңа айттым ғой, бір айды Таразда болдым, жіберіп алдым. Нервная системаға маған емтиханға дайындалар кезінде фиаско сәт болды. Мен негізі бұл нәрсені ешкімге айтпағам, саған айтып берейін. Сол себептен оқып өзіңе болашақта сабақ алатын боларсың. Нервная системаны дұрыс түсінбеген. НТ-ға, то есть емтиханға дайындық кезі басталды. Сессияға дайындық кезеңін барынша артқа тартып жүргем. Сонымен ертең сессия болады деген күні бір күн бұрын мен билеттерді оқып дайындалып бастадым. Оның ішінде енді оған дейін де қайталап жүргем бай, бірақ та именно прям сол глобальный қайталау сессиядан бір күн бұрын болып басталды. Мен 25 сұрақ берілді. 4 пәннен бірдей сессия болады, ауызша. Мен 3 пәнді вообще оқымағам. Анатомиядан алғашқы 4 билетті ғана оқып үлгердім, потому что то есть нервная системада әр мидың құрылысына үлкен уақыт кететін. Сонымен бір күн бойы анатомия пәнінің 25 билеттің ішінен 4 билетті ғана оқып үлгердім.
сессия басталып жатыр. Мен сабақ жаңағы апайдың алдына отырдым, преподавательдің. Менде есімде артқы ми түскен. Мен артқы миді оқып үлгермегем, қайталап үлгермегем. Есімде бәрін айтып бердім, бірақ та преподаватель оның барлығын сезіп отыр, енді оқымағанды дұрыстап 60 деп қойды. Шарапат саған 60. Қалған пәндер енді анатомияда төмен болғаннан кейін қалған пәндер аса қатты жоғары қоймайды. Бірақ та енді максимум 80-85 сондай қойып берген сол қалған пәндер ше. Сөйтіп екінші курстың алғашқы семестрі бітті. Менде дейтін стресс, депрессия. Екінші курстың жаңағы екінші семестр басталғалы жатыр. Мен шешім қабылдадым. Шарапат, так не пойдет. Мен ақымақ бала емеспін, сабақ оқымайтын бала емеспін. Мен артқы шепте жүре алмаймын. Мен группадағы ең жақсы оқитын студенттің бірі болуым керек деп қолға алдым бүкіл ситуацияны. Екінші курстың жаңағы екінші семестрінде қыдырыс, артық кино, сериал, все барлығын шектедік. Сабақты оқыдық, как положено. Преподавательдің барлығы мені жақсы танитын болды. Кім бірінші сабақ десе, алғашқы сабақты мен болып айтамын. Сөйтіп группадағы жақсы оқитын студенттердің бірі болдым. Бұған дейін мен көптің бірі болатым. Былайша айтқан кезде екінші курстың алғашқы семестрінде және бірінші курстарда. Сонымен екінші курстың екінші семестрі жаңағы 4 системаны, 4 пәнді осылай жақсы оқып жаптық. Окей. Сосын бізде екінші семестрде бізде патам мен патофизиология деген маңызды сабақтар басталды. Біз жаңағы 4 пәнді ол нормальды организмді зерттеп оқыдық қой. Енді патам мен патофизда біз уже патологиялық, яғни ауруларды оқып бастаймыз. Патанда бізде жаңағы баста болатын патологоанатомическое бюрода, ол шетте бірнеше жаңағы больницалар жаңағы труптарды алып келеді сол бюроға. Ол кезде бізде бізге сабақ беруші адам патанатомиядан сол жаңағы бюроның зав. Отделениесі болған болатын. Сәкен ағай өте жақсы білім берді бізге, өте білімді кісі. И сол кезде бізде алғаш моргқа кірдік. Алғашқы вскрытие жасадық. Егер де осы морг жайлы, алғашқы вскрытие жайлы айтып беруімді қаласаңыздар, бұл видео жаңағы 1000 қаралым жинаса, бірден сол морг жайлы видео шығарам. 1000 қаралым ертерек жинау үшін достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен патфиз басталды, қызық басталды. Бізде патфизден жаңағы аурулар жайлы уже мнение қалыптасып бастады. Қайға түскенімізді, врач екеніміз уже сол кезде миымызға кіре бастады, потому что бізде аурулар енді басталып жатыр. Окей, екінші семестр, екінші курс жақсы жаптық, барлығы жақсы, жоғары балмен жаптық. Алдағы бұған дейін болған қателіктердің орнын толтырдық. Все хорошо, все окей. Окей. Жаз болды, жаз бітті, сонымен үшінші курс басталды. Үшінші курс, қазір курс қой. Бірінші семестр қазір біз уже аяқтадық. Былайша айтқан кезде көзді ашып жұмғанша үшінші курстың алғашқы семестрінде өтіп кетті. Прям нереально уақыт жылдам өтіп жатыршы. Медицинада 10 жыл оқу ойбай қиын ғой дегенмен, мне кажется, ол уақыттың өзінің қызығымен жылдам өтіп кетеді. Енді үшінші курста бізде патам мен патофизден бөлек басты пәндер жаңағы 4 пәннің бәрі бітті уже. Біз нормалды жаңағы құрылыстың, организмнің бәрін оқып біттік. Енді бізде нағыз аурулар болатын кезең, нағыз ауруларды оқитын кезең, яғни патам мен патофизиология болып жатыр. Фармакология қосылды бізде үшінші семестрда, пропедевтика қосылды, яғни клиникаға кіріспей қой, пропедевтика бір сөзбен айтқан кезде. Сосын жалпы хирургия қосылды. Негізгі басты пәндер осы пәндер қосылды. Сонымен қатар бізде коммуникация сабақтары басталды, яғни науқаспен қарым-қатынасты қалай жасау керек дегендей. Бізде нағыз жаңағы ответственный момент енді болып жатыр. Өзге адамдарға жаңағы жауапкершілік алатынымыз жайлы, врач екеніміз жайлы, және қазіргі кездің өзінде үлкен ақпаратты білу керегіміз жайлы уже жаңағы миға установкалар келіп жатыр. Ми енді сезіп жатыр, что мен дәрігер екенмін болашақ, мен оқуым керек деген секілді. Мен жаңағы туыстарым ауырып қалса да менен жаңағы сұрақ сұрайды, менен аурулар жайлы сұрайды, мен оларға түсіндіріп беруім керек дегендей қазір жауапкершілік келіп жатыр. Енді бізде жаңағы 4 пән өтеді дедік. Енді осы 4 пән жайлы айтып берейін. Бізде патам мен патофизден, например, тура жаңағы 4 пән секілді, алдыңғы анатомия, физиология, гистология, биохимия секілді бұл пәндер. Например, ас қорыту жүйесі болатын болса, біз ас қорыту жүйесінің жаңағы ауруларын патофизиологиядан этиологиясы, патогенезі жайлы айтып
өтеміз патологтомиядан. Сол кезде асқорыту жүйесінде органдардың клеткалары қалай өзгеретіні жайлы өтетін боламыз, өтіп жатырмыз. Ал фармакологияда осы әрбір системаның ауруларын қандай дәрі топтармен емдейміз, соны оқып жатырмыз фармакологиядан. Ал пропедевтика бізде пальпация, перкуссия, аускультация деген секілді әдістермен танысып жатырмыз. Бір сөзбен айтқан кезде науқастың жаңағы ауруын диагностикалау жолдарымен танысып жатырмыз пропедевтикада. Енді 4 пәнді айтып біттік, басты моменттер осылар болған болатын. Жалпы хирургияға келетін болсақ, жалпы хирургия маған өзімнің мамандығымен бетпе-бет тұрып танысуға үлкен мүмкіндік берген пән. Бізде оқытушы Сәкен Пазилдаевич Алматы қаласында үлкен жаңағы больницада тоже хирург болып жұмыс жасайды. Өте білімді кісі. Сол кісінің арқасында бізде ол кісі жаңағы больницаға шақырып зонд қою жолдарын, жаңағы мочевой катетер қоюды, операцияға дайындық кезінде хирургтың қолын қалай өңдейді, сол жайлы барлығын айтып түсіндіріп көрсеткен кісі. Онан кейін бізде ол кісі дежурствоға шақырды. Яғни өзінің дежурство кезекшілік күнінде 2 студентті шақырды. Біз бардық, пациенттермен прямой қарым-қатынас жасадық. Алғашқы бізде пациенттермен қарым-қатынас болған сол кез. Яғни бізде теориялардың бәрін университетте оқытамыз, ол мүлде бөлек жағдайда, ал оның барлығын просто испытательно практика, это уже другой разговор. Жақта науқастармен сөйлескен кезде ол кісілер саған сұрақ қояды. Сол кезде саспай сол сұраққа дұрыс жауапты таңдап айтуың керек дегендей. Одан кейін жаңағы ол жақта Сәкен Пазилдаевичтің көмекшісі, яғни медсестра апаймен ол кісі бізге инфузия, инъекция жасау жолдарын сұрап сол кісіден үйрендік. Операционный блокта болдық, реанимация бөлімінде болдық. Солай бізде 3-ші курста, 3-ші курстың алғашқы семестрінде жаңағы оқу уақытына ерекше леп берген хирургия сабағы, жалпы хирургия, оның ішінде экстренный хирургия бөлімшесі. Алдағы уақытта онда тағы боламыз, потому что біз Сәкен Пазилдаевичтен болашақта жаңағы бізде сабақ бітіп кетсе де, ол кісіге барып операцияға доступ алып, санкнижка болады. Бізде операция кіру үшін доступ болу керек. Санкнижкамызды алып, тағы да тәжірибе алмасуға барсақ бола ма деп сұранған болатынбыз. Ағайымыз добро берді, келіңдер деп айтты. Егер де сіздерге тоже экстренный хирургия бөлімшесінен блог қажет болса, қызық болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен түсіруге тырысамын міндетті түрде. Солай бізде 3-ші курстың алғашқы семестрі аяқталды. Бізде қазір қысқы демалыстамыз. Қысқы демалыс уақытында демалумен емес, дамуға бет бұрып отырмын. Сол себептен YouTube каналды ашып отырмын. Видеоның соңында тақап қалған екенбіз. Мен саған қазір YouTube каналды не үшін аштым, бұл идея қайдан пайда болды? YouTube каналдың миссиясы, менде жоба нейрон, нейрон жобасы, жобаның идеологиясы қандай, миссиясы қандай, және де алдағы уақытқа қандай жоспарлар құрылып отыр. Сол жайлы сенімен бөліскім келіп отыр. Жалпы YouTube каналды не үшін аштым? Негізі бізде жаңа айттым ғой, 4 пән оқу керек болатын. 4 пәнді оқып дайындалу үшін бізде кітаппен дайындалу керек. Негізінде библиотекадан берілген кітаптан оқиын десең, бірақ та кітаппен ғана шектелетін болсаң, сен тақырыпты дұрыс түсінбейсің. Потому что кітапта біріншіден кейбір сөздері, тақырыптар түсініксіз жеткізіледі. Одан кейін кітапта визуал жоқ. Визуал деген не? Например, егерде бізде сабақты видеодан қарасақ, визуал болады. Допустим, асқазанды оқып жатырмыз. Асқазанның кіші иіні, үлкен иіні дедік. Тек қана кітаптан оқитын болсақ, оны тек қана сөзбен оқып үйренеміз. Возможно, кішкентай картинкалары болса, сөзден некий представление алып кетеміз. Алайда видеодан оқығанның бір тиімді жолы, кіші иіні қайда тұр, қалай тұр, үлкен иіні қайда тұр, немен байланысты тұр, кардиалдық бөлімі қайда, пилорикалық бөлімі қайда, оның барлығын саған қолмен нұсқап видеода әдемілеп көрсетеді. Вот, енді видеоға келсек, видеода бізде YouTube-тан көреміз. YouTube платформасы ыңғайлы платформа, видео көруге, сабаққа дайындалуға. Бірақ та тағы да бір қиыншылық, бізде қазақ тілінде жаңа медициналық видеолар, оның ішінде анатомия, физиология, жаңа негізгі басы 4 пәнді түсіндіретін видеолар өте аз бар, алайда бірақ та кейбіреулеріне тақырыпты толық қамтымаған. Ал орысша видеолар келетін болсақ, орысша видеоларда жақсы жаңа оқытушылар лекция оқиды, бірақ та бізде орысша видеолар ол қазақша емес қой. Орысша видеоларды оқыған көрген күннің өзінде кейбір жаңағы тақырыптарды біз қайтадан кітаптан оқуға мәжбүр боламыз. Неге? Себебі бізде базалық әдебиет кітап, сол себептен кез келген уақытта оқытушы сол кітаптан сұрақ қойып қалады. Біз оны білмей тұрмауымыз керек, біз кітапты оқуымыз керек, видеоны да көру керек боламыз, получается. И кейбір жаңағы источниктарда тіптен бізге керек кейбір тақырыптар лекциялармен қамтылмаған. Сол себептен біз қайтадан Google-мен, түрлі сайттармен
жақтан да білім аламыз, яғни біздің ойымыз шашырайды. Неден қай жаңағы ақпарат көзінен қандай ақпарат оқитыныңды, не оқып жатқаныңды түсінбесің, одан кейін уақытың да жоғалады дегендей, солай кейбір тақырыптарды түсінбей өтіп кететін жағдайлар болады. Ал медицинада әр тақырыптың өзінің алатын орны бар. Бір тақырыпты түсінбейтін болсаң, келесі тақырыпты саған түсіну тоже қиынға соғады. Ал түсінбей қалған тақырып ол жаңағы білімсіздікке алып келеді. Например, сен медицинада бір ауылдың нақасы келіп тұрса, сен айтпайсың: ағай, апай, мен бұл тақырыпты оқымай кетіп едім деп айтуға мүмкіндік жоқ қой, біз олай айта алмаймыз. Сол себептен бізде әр тақырыпты жақсылап білу керекпіз. YouTube каналының идеологиясы осындай болатын. Өзімнің білімімді сіздерге жаңағы басты пәндерден анатомия физиологиядан бастаймыз. Нервная система, 3D анимациямен, презентациямен сіздерге әдемілеп жеткізуге тырысамын, бүкіл ақпарат көздерін қарастырып. Сол себептен бізде келесі видео нервная системадан басталады. Нервная система, одан кейін ары қарайғы 8 системаны видеолармен, презентациямен, 3D анимациялармен жақсылап түсіндіремін саған. Болашақта біз тек қана YouTube каналмен тоқтамаймыз. Түрлі коллаборациялар, түрлі подкасттар, онлайн және де офлайн кездесулер болсын, тәжірибелік дағдылармен болсын бөлісуге әркезде дайынмын. Болашақта одан да қызықты жаңағы мероприятиялар ұйымдастыратын боламын. Сол себептен каналды жоғалтып алма, каналға тіркеліп қой. Видео ұнайтын болса, төменде комментарийға өзіңнің пікіріңді қалдырып кет, достарыңа да тарат, олар да білсін қандай пайдалы канал бар екенін, Және де саған айтатын бір нәрсе, егер де өзіңнің алып қосарың болса каналға, өзіңнің біліммен сен де оқырмандармен бөліскің келетін болса, пожалуйста, маған жаз. Төменде өзімнің Instagram аккаунтымды, почтамды қалдырып кетсем, міндетті түрде кез келген ұсынысқа мен всегда ашықпын. YouTube каналдағы алғашқы видеомыз соңына таяды. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алдағы видеоларда көріскенше.